Нысанбай, не қылып Ассаламу алейкум. Қалайсың? Мыналардың бәрі қурап қалacak. Соның үшін қопарып тастайжақпын. Я насозым жоқ. Я салмадан су шықпайды. 15 гектар бақтың бәрін не қыламын? Сонда не қылажақсың? Қопарып тастап орнына бидай егежақпын. Ау, обалынан қорқпайсың ба? Қорққанда не қыламын? Бұрын насоз бар еді, тас төбеден құйып тұрған. Сапқоз тарқағанда бұрынғы бастық сатып жіберген. Орын сипап қалды. Мен қолымнан не келеді? Сенен бір. Бер беліңді. Не қылажақсың? Тамырларын жалаңашлап тастапсың ғой. Хау. Ма белім. Не қылдың бұны? Сонша esілген минетімді зая қылдың ғой. Сенің бір заманлық еңбегің ешкап. Миуының сонша жылық еңбегін айтпайсан ба? Бұл байғұс неше жыл дегенде осы ахуалға келіп тұрды. Бұны қопарып тастағанша ебін тауып суғар. Яғай, суғар алмаймын. Онда маған бер. Орнына 15 гектар егістік жер беремін. Сонда қалай? Екеуміз жер алмастырамыз ба? Алмастырамыз? Қайдан білейін ау. Хакимияттағылар маған азап беретін шығар. Не қылып жүрсең деп. Бақты қопаруға хакимияттан қорқпайсың. Жерді алмастыруға қорқасың ба? Бұл атсыз менің фермер картама түскен ғой. Ояғынан қам жеме. Өзім хакимиятқа барып, архитекторға картасын сыздырып, кадастрдан хүжетлестіріп, қолыңа кеп беремін. Тек сен келісім берсең болған. О, қалай болар екен? Келістік қой. 2 күннен кейін хүжетлер қолыңда болады. Майлы. Мынаған кім су ашқаны? Қал мырза, мына бидайға кім су ашып жіберген өзі? Мен аштым. Саған не беле көрінді? Емберген аға ғой төбімде тұрып аштырды, су қарасаң деп. Емберген ағаң біздің бидай атызбен не жұмысы бар екен? Хакімнің орынбасары ғой ол. Хакімнің орынбасары болса өзіне, бидайға мен жауап беремін. Сіздер өздеріңіз. Бұлай қарап барасаң ба? Көлді айланып қайтпасам. Онда айланба портауға жақылап қалайын. Ояқтың сағасын ашып келбем ғой. Сенен бір өзің бәрін бүлдіріп жүрген екенсен ғой. Отыр кеттік. Бәһәрді бидай су қаруға болмай ма? Болады, бірақ әзір емес. 15 күннен кейін. Әзірге мына дариядан ағып келіп атқан сулар, іздей сулар, яғни өлі сулар. Бұл су мен бидай толтырып су қарсақ, бидайдан күдерін үзе бер, өліп қалады. Қал мырза, ауа райы да бұзылacak па? Жаңа шығады ғой. Кейін ашық қой, ашылып кетеді ғой.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan? Karamattin Harmanim. Bor bo'lay. Tusko'chigim latizib bo'la olasanmi? Tusko'diyim bo'laman buni. Tusko'chigim bo'lsang tushdan keyin Aytmurat yerga boribmiz. Жаңа ko'rib keldim. Tapqa kelib turgan ekan. Tushdan keyin bir ruxsat so'ray qo'yayinmi? Jayshama? Qalaga pochtaga boradigan жұмысым bo'pti. He, gazet jurnalların kelmey yatırman. Yaga, gazet jurnallarga yozilgan yo'qman. Ay, mına gapingni ikkinchi birovga aytib yurma. Yaxshi yodma solding qo'y. Qalmirza, sen bugun kechda hamma uyga kirib chiq. So'ytib odamlarning kim qanday gazetga yozilgisi keladi, soni bilib chiq, yaxshimi? Yaxshi ağa. So'ytib o'zing pochtaga borib hisob kitobini olib kel. Yaxshi. Har uyga 1-2 gazet jurnaldan yozdirib beraylik, fermerning hisobidan. Bo'ladi. Axir odamlar gazet o'qib turmasa bo'lmaydi-ku. Yaxshi bo'lar edi, ağa. Al endi sening pochtal qanday жұмысың бар edi? Sultan ağa mening atıma pul jibergan ekan. Soni bola chaqasini akib berayin degan. Onu kim aytdi? O o'zi 2 kundan beri qayta qo'ng'iroq qilib jaldi bak. Söylesken bolsan avulga qayt demedin mi? Aytdim-ku. Yili 1,5 yillik isag'imni ala olmay jurman. Ala qo'ysam o'zim uchun qaytacaqman. Bola chaqamdan saqladim deb bak. Yaxshi Karamattin. Tushlik shayingda ish bo'lib uy betga bor. Quvonch seni namashimga olib keladi. Bo'ladi. O, Karamattin. Endi Sultan bilan söylesang ayt, tezroq avulga qaytsin. Yaqinda taza altay olamiz. Sonu Sultan'a beraman. Yaxshi. Қалған хақсын саудаласпай қойсын, кегеніңде өзім жәрдем етемен дегенде дәру қайтар еді ау. Hay, senen bir Sultan'ı bilmeydiğinde aytasan o. Söйтіп ayt. Ki atırgan жерінен qırrak aytpasa mаған gel. Бірақ ояғы да бар ау. Ya Xiyatbay, Ау, sudu ayama. Doldur su qara ver. яқшы. Alo, Assalomu alaykum Sa'mbay ağa. Men hokimning yordamchisi Hamid ben. Hokim ağa sizni izlayapti. Hakim ağa aytib qo'y. Men atizdaman, traktordaman. Kechikib qolib deb жүрмесін. Tushundirib aytib qo'y. Yarım soatlardan yetib boraman. Hamid qalaysan? Assalomu alaykum Sa'mbay ağa. Hakim ağa o'zindami? Ава ishda o'tir. Yemberg aga'ga qachon edi sizni kutib o'tiraman. Kira bering. Mumkin be. Assalomu alaykum. Ko'p kuttirib qo'ymadimmi? Qalaysan? Harman ağa. O'tir. Assalomu alaykum Yembergen ağa. Harma inim. Бар bo'ling ağa. Жұмысlar қалай? Harakat etib o'tirmiz ağa. Mına ем берген ағаң Сағынбай інім саған өкпелеп келіп отыр ғой. Өкпелеген дұрыс шығар. Кеше керетті Яшырдың аштырған сағасын өзім барып бүгіп ед. Әне, көрдіңіз ғой? Гәпіне қараң. Сірі айылын жияйын демейді. Мерман қара. Ол атсызлар суғарылды деп нөкіске есапқа беріліп жібергенін білесең бе? Қандай ақың бар оны байлауға? Оу, аға, сәл әстерек. Я мемлекеттің дәнқаресіздігіне қарсымсың? Аға, егер сол атызларды қарқаләзе етіп суғарғанымда, онда анық даңғаресіздігіне қарсы болған болар ем. Неге? Сағынбай інім, неге екенін түсіндіріп бер? Оның мен құмшауыт жерлерді суғара қоймасаң, тұзын құм соры болатығын. Жақсы, бұл суларды 5-6 күн көлге ағызып қойғамыз мақұл болады. Құда қаласа 1-2 күннен таза су келеді ғой. Әкімінім, көріп тұрсыз ғой. Бұл менің гәпім тыңламайды. Я бұл жігіт менің орныма орынбасар болсын. Мен атысқа шығайын. Емерген аға, өзіңізді басың? Отырыңыз аға. Отырың. Сіздің ұзақ жылдар давамында үлкен лауазымларда істегеніңізді білеміз. Сізді әмме hürmet етеміз. Бірақ атызда жүрген дейхаллар сіз бенен бізге қарағанда
Жұмысларын жақсы білетұғын шығар. Соның үшін бұларға еркінлікті берейік те. Інім, ертең бидайдың режесіне бұл жауап бермейді ғой. Бұлар ертең есігінен сығалап қарай алмайтұғын кеңседе. Сіз бенен біз тікей тұрамыз ғой. Ондай тікейтіп қойып сөгетіғын заманлар артта қалды аға. Фермерлер шартнаманы өз үшін орындайды ғой. Әлбетте, тек қана шартнама емес, ауылда отырған 16 қожалықты осы зираттың тілегін тілеп отыр. Яқшы, бұл мәселені қояйық. Сені ізлеткендегі мақсетім Нанбайхананы не қылдың? Нанбайхана құда қаласа бірінші күнге іске түседі. Кеше қалпілерін алып келдік. Күніге қанша нан жабаласың? Қанша деп, бұған 500, шөректен 3,000-3,500 дана жауап бере аламыз ғой. Қанша адам жұмысқа алдың? 12 қыз келіншек, бір электрик алдым. Бәрекелді інім. Сөйтіп қайратты сала бер. Болады аға. Көрдіңіз бе Емберген аға? Енді ауылда той мереке болса да, көмекшілер келсе де, адамлар нөкіске нан ізлеп бармайтұғын болады. Онда бізге рұқсат қаға. Рұқсат. Яқшы. Қайрат салып істей берін. Яқшы аға. Әкімінім, баяғыда сонша жиында жағамнан алып фермер болып бөлініп кетемен деді. Сонда да бұл жігіттің тәрепін алдыңыз. Сусызлықта қызғыштай қорып отырған 20 гектар салымызды қуратты. Онда да пішігіна піштемедіңіз. Енді болса, менің аштырған сағамды байратып, маған қыр көрсетіп келіп отыр. Бұл тек мен емес. Ұлыма хакмиятты менсінбегені. Сізге бұнысы да батпады ма? Ой, Емберген ағай, өйтіп қызбалық ете бермеңді. Аға болар жігіттің етек жеңі кең болар деген ғой. Қанекей ұсы сағынбайдай және 20 фермер болғанда. Сіз менен бізге хармасын айтып жүруден басқа жұмыс қалар ма еді? Harman kızlar, Harman. Halbuki. Halbuki, sizlerге және бір қосымша бұйыртпа. Айтмұраттың ауылындағы көмекшілерге 100 бұғанқы, одан кейін Нысанбайдың көмекшілеріне 100 шүрек. Бұлар таяр, әзір жібертемен. Айтпақшы, Майтнезіған тойына 1000 шүрек нан керек. Сағат 5-ке шегім үлгір аласылар ма? 5-ке дейін үлгіреміз ғой. Болады. Жүра, сен не жүрсің? Сәлем қайда? Сәлем берсем, өзіңіз қарамайсыз. Әне, әзіргі балар ұсындай ғой. Дұрыс серттіріп қойып салады. Бұл кешеден бері саған жолыға алмай жүр. Жайша ма? Колледжді біткеріп еді ғой. Енді, нан жоғы жоқ па? Яғы, бұның арманы атпасындай. Айтсам кеді. Хакмияттан тізіміне өтуем ғой, жеке есіптермен деп. Тәуірсен ғой. Ал. Енді микрокредит банктен кредит ала жақпан. Соған кепілдікке я зат, я кепілік хат керек. Банкіден есап аштың ба? Аштым. Штампым, мөрім таяр. Әкеңнен тәуір боларсың ау. Неше сом алacaksan? 1,5 миллион. Ал, сөйтін не қылacaksan? Сөйтіп, фотостудия ашық жақпан. Фотостудия өзін ақламайды ғой балам. Мәселен, мен 3 жылдан бері бір мәртебеде суретке түскенім жоқ. Қалбеке, сенім түспеген шығарсың? Түсіп сұлтанға жіберіп тұрсаң ба? Ата, суретке түсетін адамды өзім тауып аламын. Винеткі істеймен, паспортқа түсіремен, тойлар түсіріп беремен. Мұратнама шығарамын. Маған тек кепілік хат бере аласыз ба? Балам, өйтіп сөйлеспе жасыл күн адаммен. Мен саған ансат жолын айтайын балам. Кепілікқа тағы бір нәрсе деп жүргеніңде және 15 күн уақытың кетеді. Оданша есабыңа 1,5 миллион өткеріп берейін. Сен жұмысыңды баслай бер. Кейін шаман келген ақлары қайтарып берерсің. Қайтар алмасаң кешімім жіберемен. Бала, қаяққа? Ұсындай ғой. Сұлтанның тап аузынан түскен. Копия. Қайтарып төле алмасаң кешіп ақ жіберемен дегенге арланып кетіп бара тұрғаны. Не қылайын, шақырайын ба? Шақыр. Әкесі құсап Россияға кетіп қалып жүрер. Әзір. Жүр. Кел. Алып келдім. Әзір. Мә, кеңсеге бар. Сөйтіп мұнан Қалмырзаға бер. Өз жазып береді. Рахмет аға.
қараңғы керек. Ассалаумағалейкум өтесін аға. Уалейкум ассалам. Кән арқан таста. Өзім байласып жіберейін. Қане, тарт. Қатырақ байлай бер. Бұны не қылмақшысың өтесін аға? Әй, үйдің қасындағы қитаққа бір гәрішкі пияз еге қойып ем. Хау, қораларым аңсақ-саңсақ. Азалы кеш ешкілерден қоруменін ақ дүнген құрды. Ау, үйдің қасында жыңғылар көп емес пе құдайдың? Әй, ол ерманы жыңғылар ғой. Қара адамға күш береме. Оны қыспалайман деп жүргенде шертіліп кетіп көзім шығарар. Мынау пәкісі жұмсақ, не барымыңа бара қояды. Ой дегенім, бұл тораңғыл үкіметтің қорығындағы ағаш. Бажбан көре қойса, жарема салады ғой. Тап сол бажбанның өзі күні кеше анау үлкен тораңғылды көріп тұрсам, Ал. соның ар жағында сыпсидан болып өсіп тұрған 15 тораңғылды басында тұрып кестіріп, біреудің машина тиетіп жіберді. Менің алып атырғаным Сағынбай інім қалың өскен жерлерді сейрелетіп атырман болған. Кеше де келдіңіз бе? Кеме не қыламан? Арба деген аты болмаса алатұғының бір арқа ғой. Мен бір машинлап алып атырғаным жоқ. Алатұғының майда шақа. Қала берді қурағанлары. Ал яқшы інім, жүре берейін мен. Айтпақшы, ағашалыға келген болсаң, жаңағы мен айтқан жерге бар. Ал мінеқлары өс байран. Балыққа келгендер шапқан, сындырған, от жаққан, астына басып отырған. Әй, несін айтасаң? Жесір қатынның мүлкінде жайра батыр. Ал яқшы жүре берейін. Шу. Яқшыға. Көлді ижараға алған менен дұрыслап істеп білмесеңіз, ижара мүддеті уақытынан бұрын тоқтатылып, қайтадан тендер өткөрүлөт. Соның үшін ойланып, іс тұтуыңызды мәслихат етемін. Енді іс ережелеріңізді бірін-бірін тыңлап көрейік. Байымбет Бейсенбай. Кешірерсіз. Мен сәл үлгере алмай қалдым. Ей, сен әмбір. Енді болмаса hüjjetlеріңді тендерден алып тастайын деп жатыр едік. Кел, отыр. Қаде Бейсенбай, тыңлаймыз сені. Менің жүдә бір айтарлықтай ондай режим жоқ. Көлді алсам, ижара пұлын айма-ай уақытында төлеп тұрамын. Кейін ұсылаған балықларымды дүканға, ямаса базарға апарып сатамын. Сонан түскен пұлларды банкаға апарып тапсырамын. Соның менен банкке нақ пұл түседі. Екіншіден, халық балықпен тәмінленеді. Балық қай уақытта уылдырық шашады? Балық енді уылдырықты қай уақытта деп Айгүн толғанда шаша береді. Айгүні толғанда әр балық өз шаша бермей ме? Ау, інім ау, сен балықтың қай уақытта уылдырық шашадығын білмесең, сенікі балықты көбейту емес құрту болады ғой. Яқшы, түсінікті, отырағы. Ал абадаға, сіз тыңлаймыз. Пенсияға шығып, көлдің бойында шатыр құрып жата жақсыз ғой. Яғай, жататын балалар бар ғой. Менің режим біріншіден браконьерлікті құрту. Екіншіден балықты көбейтіп, бюджетке көбірек пұл түсіру. Балықты қалай көбейтесің? Жөлі-жөлсіз аулай бермесең, көбейеді ғой өзі. Ешкім балықты жем беріп бағып атырған жоқ. Көбірек күзде аулап, соны дұзласақ, сыртқа шығарымызға да жақсы болады. Балық күзде дұзлана ма? Сіз не, тендерді бұзып көлді өзіңіз алмақшы болып отырсыз ба?
Сөйлеген адамның аузын қақпақлайсыз да отырасыз. Мен әфуай комиссия ағзасымын. Бірақ көлді кім алса да, балықшылықты рәважландыру қолына келетұғын адам алсын. Яқшы Абат аға. Басқа ұсыныстарың бар ма? Яқ. Болады, отырың. Ал Сағынбай, сенің ережелерің қандай? Мен көлге жаным ашығанлықтан тендерге қосылып отырмын. Болмаса жұмысларым басымнан асып атырды. Әптесіне 2 мәртебе десем лап болмас. Осы Көксуат көлдің үстіне өтемен. Көлге кейінгі 7 жылда 1 мәртебеде таза су келіп түспеді. Нәтижеде су көнеріп, сарғайып кетті. Көлге таза су келіп түспесе, балық бермейді. Көлге таза су қаяқтан түсу керек? Бұрынғы қара сирақ арнаның ақыры көлге келіп тірелетуін еді. Соңғы сусызлықтың себебінен арнаның 7 шақырымдай жері құм басып батыл боп қалды. Көлді кім алса да сол жерлерді қайтадан қазып, көлге таза су түсіру керек. Осы көлдің атрапында 4 фермер қожалығының салатсызлары бар. Міне сол фермерлер салының суын көлге қашыруды қиынсынып, ізекешке ағызып қойыпты. Ән соны тоқтатуымыз керек. Айтып отырғандарың дұрыс. Бірақ сылардың бәрін істеу өзіңнің қолынан келе ме? Келеді. Жаңа бір кәпіңді айттың. Көл 1-2 жылға дейін балық бермейді деп. Сонда сен ижра пұлыңды қалай төлейсің? Бидайдың шаруаның пайдасы есабынан төлеймен. Кім айтты саған Көксуатта балық жоқ деп? Балықшылар әкеліп сатып жүр ғой. Сатса сатып жүрген шығар. Негізінде балық 3 түрге бөлінеді. Біріншісі дарияның балығы. Оған тең келетұғын балықтың өзі жоқ. Аппақ жылтырап тұрады. Ал екіншісі көлдің балығы. Бұның шырайы да, мазасы да дарияныкіндей болмайды. Үшіншісіне келсек, бұл ізекештің балығы. Бұның тек аты балық. Таза су келіп түспегенше, Көксуат көлдің балығы да ұсындай болады. Соның үшін дәслеп көлді сауалландырып алуымыз тиіс. Егер мен тендерді ұтып ала қойсам, банк кредит есабынан жылына миллион шабақ өршітетұғын инкубатор сатып аламан. Көл дөңгелегіндегі тоғайлықтарды қорғайтұғын өзім жігітлерім ішінен бажбан қоямын. Тілменен орақ аңсатау. Қызыл икра шығаратұғын станок сатып аламан. Ірі балықлар тұзлап, сатуға шығараман. Құда қалесе ісім жүрісіп кете қойса, консерв цех ашуда ойымда бар. Вай-оу, зауыт құрмайсаң ба әйтеуір? Бағана жұмысын басымдан асып атыр деп міндет етіп атыр ең? Ойыңса яшылы онда кәпті. Мен айтып болдым. Яқшы, отырың. Қане Жалиев, сіздің ережеңіз қандай? Осы мен көзжеттерімді қайтып алсам ба деп отырмын. Неге? Бұл жерге келіп, менің көп нәрсеге көзім ашылды. Егер де біз көлдің обал сауабын ойлайтын болсақ, көлді Сағынбайға бере қойғанымыз мақұл. Әй, сенен біреу көлді кімге беру керектігін сұрап атырған жоқ қой. Қорқасаң ба, бюджетлеріңді алдасыз. Мен гәптің хақиқатын айтып атырмын. Комиссия ағзалары, сіздер бір нәрсені есап қалың. Әркім айта беру мүмкін, өйтемен деп, үйтемен деп. Бірақ бұламықты май келтіреді. Бұл фермердің пақтасы менен бидайын келі қылып ала берсін. Көлді көл қылу үшін миллион ақша керек. Мен осы көлдің жолына 100 миллион сом пұл тігіп отырман. Менің менен бәсекелесуге құдіретің жетер ме екен сенің? Мен бұл жерге ешкіммен бәсекелесу үшін келіп отырғаным жоқ. Көлді кімге беру керек екен комиссия өзі шешер. Сонда да мағлұмат үшін бір нәрсе айтып қояйын. Біздің фермер қожалығымыз жылды, әр жылы 220-230 миллион пайдамен жұмақлайды. Соның ярымын қаратсам, көлді сауаландыру үшін жетіп қалар. Яқшы, шауқымды қойың, отырым. Әммеңіздің іс ережелеріңізді тыңлап көрдік. Бізге көбірек Сағынбайдың іс ережесі ұнады. Сондықтан да комиссия ағзаларымен ойласа отырып, көлді Сағынбайға беруді мақұл көрдік. Ал Сағынбай, табыстар тілейміз.
Апа, баспақ шөллеп қалған шығар. Суғарып, орны өзгертіп келейін бе? Шөллесе шөллеген шығар. Бара қараған. Неге үкеңді қайта-қайта жібере бересің? Мен не олайын? Азандан бері үйің алдынан былай өтіп жатырман, шықпайсың. Үкең апаңа айтып қойса не боласың? Апам біледі. Нені? Сөйлесіп жүргенімізді. Hürmetli dostlar, biz Sağınbay'dың фермер қожалығындағы жұмысшыларымен танысу мақсатында келгенімізде, бұл insanның және бір сауаплы іске қол ұрып, ниет етіп шығып атырғанның үстіне дұс кеп қалдық. Район тұрғыны Гүлсара Бердімұратова деген қызға... Уақ, тап ұсақты шыңғырлап. Маған бер? Өшір қояқ бұны. Ал қайрын аламыз. Район тұрғыны деген жерден басыла? Район тұрғыны Гүлсара Бердімұратова сімілі майып қызға Сағынбай өз есабынан майыплар арбаршасын әкеп берді. Айсұлу апа, қызыңыз неше жастан басылап майып боп қалды? Туылғалы. Әдіпкі уақытта білмедік. Гей балалар кешлеу жүреді ғой. Жүріп кетеді деп ойладық. Анық 1,5-2 жасқа шыққаннан кейін жүруді үйретейік десек, аяғым баспайды. Соннан апармаған докторымыз қалмады. Әр қайсы әр қилы нәрсені айтады. Көзі жаутаңлап отырған соң қиын екен. Тамағы сау, тілі сау, ес ақылы бүтін, тек жүре алмайды. Қатарларын көрсе, тек жылайды. Әзір ешкім мен барман. Ертең бір күн мен өліп кеткеннен кейін бұл қыздың халы не кешеді? Айсұлу апа, қапа бола бермен. Елі жақсы болып кетеді. Жеңге, үміт ете беріңіз. Далаға, таза ауаға шығарып қайтуымдым қиын еді. Мына қайнымыз ілгерде қызымның пенсиясын алып қайтуға барғанымда поштаменен дауласып тұрғанымды көріп, кіші, үйіңіз қайерде деп сұрады. Неге сұрады екен десем, міне бүгін көріп тұрман. Құдай кеуіне жақсылық салған екен. Құдайым берекет тапсын, ісі оңынан келе берсін. Қызыңыз неше жаста? Биыл 16-ға қарайды. Сауаты бар ма? Ауа, мұғалімдер үйге келіп оқытты. Қалған жағын өзінше үйренді. Зейіні ілгір, қосық жазады, сурет салады. Охо, қосығым жаза ма? Қане бізге бір қосық оқып берсін? Үй алып тұрған ғой. Мейлі, зиян жоқ. Айсұлу апа, арбажасын бұлай айдап көрің. Әне, мынау бір жақсыс болды. Тракторың мен атысыңды адамлар күнде көріп атыр ғой. Бұндай сауаплы іс әркімнің қолынан келе бермейді. Хау, іште телефон қап кетіп, ап келейін. Бола тізілтейік. Апа, неге ондай қылдың, неге? Неге оларға жалынасың? Қоя қойса мен неғылайын? Менің не жазығым бар? Айнанайын, қоя қой енді, қоя қой деймен. Неге арба сорадың, апа? Мен сораған жоқпан, өздері әкелді. Поштаға барғанда не дедіңіз? 16 жасар майып қызым ба? Жүре алмайды дедіңіз бе? Ой демесін. Сүйіншіге не сорадың? Сүйіншіге арбаны сорадың ба, апа? Айнанайын.
тірілей өлтірдің ғой мені. Өлейіп қала қойсам, құтылар едім осы азаптардан. Олардың жазығы не? Арба әкеп бергені ме? Әкелсе неге таслап кете бермейді? Қоя қой. Ой демесін. Телевизорға түсіріп, менің майып екемді тұйым жұртқа шаяшақ па? Керек емес бұндай сауғасы. Қой деймен, түсір. Түсір деймен, мен арбадан апа, түсір. Анайын, қоя қойса, қоя қой деймен, қоя қойса. Кешір қарағым. Менен бір білмеслік кетіпті. Бұларға да телефон келе қойғанда мүшкіліміз аңсат болар ма еді аға, я? Әй, қайда саған? Білесен бе? Әр шаруаның арасы 40-50 шақырым. Оның үшін баспасына антен құрып бере қоймасаң? Ау, спутниктен телефон бар емес пе? Я біздерде жоқ па ол? Станциясы жоқ шығар біздерде. Болғанда да бағасының қанша екенін құдай білсін. Бар қойларды сатып, телефона бере қоймасақ? Хау, бұл не? Абайламай қалдың ба? Үлгер алмай қалдым. Көрмедің бе төбірді? Балон кетті ме деймін? Үріл ауырласып баратыр ғой. Әй, жаңағы төбір қолайсыз еді ау. Ой, бұл... Оң жақтағы балон кетіпті ғой. Пай. Ұсындайда жолда қаған жаманда. Неғып тұрсың зіңірейіп? Запаскын ала бермейсен бе? Ұсы, тас қараңғыда саламыз ба? Енді далада қолып шығайын деп берім. Еплеп телефонның жақтысымен сала бермейміз бе? Сағынбай аға, түтіннің еш шығады ғой. Пай, сен әмір. Аш болған баланың түсіне зағыр енет дегендей. Ұсы дөңгөректе үй бола ма? Тоқта, әзір. Қал мырза, қайыққа баратсаң? Әзір. Сағынбай аға! Ау! Бермәнге? Сағынбай аға, ана оттың жақтысы ма, ана қара? Свет қой о. Светтің жақтысы ма? Сол жақтыға барып сала қойғанды не алады? Оған жегем балон қиылып қалмас ба екен? Яғы, мұнау тұрған жер ғой. Еплеп оң жағын биікке алып айдап бара берсек бе екен? Барайық? Жүр. Сәлем бердік, апа. Қай балаларсыз? Сол районның балаларымыз ғой. Мінеққа отарға баратыр ек. Мына машинның балоны жарылып қалып еді. Мына светтің жақтысында алмастырбасақ бола ма? Алмастыра ғой. Ана итіңіз тісте болмай ма? Қайрат! Қайрат! Ау, апа. Ассаламайкум. Уалейкум салам. Итке қарап тұр. Мына ажағаларың ана балон алмастырамыз дейме? Ана итіңді байла. Яқшы. Соған жәрдем. Болады, яқшы. Кім о, кемпір? Қоя, жет. Ауылдың балалары ұқсайды, міне яққа отарға бара тұрған. Ішкеріліп, мына жерде мейдің бе? Жейді ғой.
Азыр жаңа машинаның баллоны бұзылып қалған ұқсайды. Соны алмастырып алacak. Болып ішке кіреді ғой. Assalomu alaykum. Aleyküm. Oy. Assalomu alaykum. Sağ varsan ba. Oturun ballar. Aman sağ жүрсіз бе балаларым? Şükür, rahmet ağa. Өзіңіз тәндармысыз? Ey Құдайға шүкір. Шай ішіп алың балаларым. Ойго, апа, бүлініп қалдыңыз ау. Оны бүлінгені бар. Қонақ рысқы несібесіменен келеді деген. Отырып қонақ асыңыз жеп кетіп. Біз елден жырақ болған соң адамдарды сағынып жасаймыз. Әй, кемпір! Ауқатың не болды? Яқ аға. Біздердің ауқатқа қарайтын уақытымыз жоқ. Асығыспыз аға. Ал, жол болсын балалар. Районнан кетіріп едік. Мына Қалдыбайдың отарындағы шопалларға азық ауқат апаратырмыз. Апара қойың балалар. О балалар бір несібесі бар балалар екен. Пермені тарқатып бөліп бергенде, пұлымыз жоқ деп бір алақты ала алмай қалып еді бейшаралар. Сөйтіп көшеміздеп жүргенде қаладан бір бай пермеш тап болып оңды да қалды. Әзір қойымыз 1000-нан асты. Малымыз 100-ге жетті. Жылқымыз 20 болды деп қуанып отыр. О балаларды көріп тұрасыз ба? Құдығымыз бір ғой. Қойларды суға апарғанда көрісіп тұрамыз. Жаңағы бай пермеші айына 2 мәрте азық ауқатты жеткеретті тұрады дейді. Біздер үкіметтің малын 40 жыл бойы бақсағам, бұндай ізzetті көрмебек. Отыр шығар, өкіметке асылмай. Мә балалар, мұнан ішіп ала қойың. Әне, көрдіңіз ғой балалар. Қартайғаннан кейін кемпір би болады. Аузымызды қақпалап сөйлетпейді. Сояққа барсаңыз айтын со балаларға. Мені со бай пермешісімен ұшырастырсын. Әр сапары айтаман. Білмейме, қызғана ма? Аға, ұшырасқанда не айтпақшысыз? Біздер қайтып барақ? Жаңағы бала менің ақлығым. Әке-шешесін өкісте тұрады. Har келген сайын біздер мені кетесің бе деп ауландырат тұрады. Ол кетсе мен 200 қойды қалай бағаман? Жаңағы пермешіні көре қойсам, қойларды соған көтере сатып, балаларымның қолына кетпекші мен. Кетсең өзің кете бер қар. Мен таптар қалаға сыймаймын. Анан қара, көрдіңіз ғой? Осы кемпір ақ менің аяғымнан тарта береді. Бір күні өліп қалсам не қыласам? Мұны жатсым. Қойың аға, жақсы ниет қылың. Түні күні, мұны жаздың айы ғой деп, мұздай суға таратағылау қойып ем. 5 күннен бері басымды көтере алмай атырман. Кемпір айта береді. Отарды сатаман. Анан қара, көрінген адамға айтатығын ұсы кәп. 200 қойды еш жерге сидіре алмайды. Қойларыңыз өзіңіздікі ме, фермердікі ме? Өзімдікі. Фермер бол демеді. Қойы көр, мен ондайыңа түсінбеймін деп мешікке сатып алдым. Ал бізге ұрқсат аға. Апа шайың үшін рахмет. Ауқат жеп кетпейсің. Тұрайыққан мырза. Аллаумен. Рахмет аға, рахмет. Ауқатқа қарамасаңыз. Амандықта көрсек аға. Ал жолларыңыз болсын балалар ай. Жаңа қарыға неге өзің танытқың келмеді? Танытсам, анық жауап айтуым керек болады. Қойларыңды амайман десем, қапа болса. Өзі ауырып атырған адам. Қойларын ала қойғанда не қылады? Әзір жігітлерге ойласып көрек. Бағуға қиналмаса алғамыз мақұл ғой. Әкімам районнан көш дүкен аш деп, қайта-қайта ізімнен қалмай жүр. Исмайыл, сен дым қызғаншақсан ба? Яқ, бірақ сені басқа балалармен сөйлесіп жүргенін көрсем, дым ашуым келеді. Сонда не, таныс балаларменен де сөйлеспеуің керек пе? Яқ, сөйлесе бер, бірақ күліп сөйлеспе да. Күліп сөйлессең, олар мені жақсы көреді деп ойлап қалады. Ақыр кеп бар ғой, қыз бір күлді, мен бір күлдім, содан сені тұғынын білдім деген. Келістірдің ау. Сонда не, қабағымды үйіп сөйлесуім керек пе? Яқ, тек менің күліп сөйлескенімді қалаймын.
Енді не қыламыз? Hazır uslansақ tamam. Kaçamız. Kesеңе бермен. Қаққы боласың. Тоқта. Alo Сәбит. Қазір қаяқтасың? Қаяқта болатын үйдемін. Сен тез киінді дүканға бар. Дүканға дейсің бе? Тап, әзір барайын ба? Холодильнигің бос қой. Үлкен холодильник пе? Ава, со холодильник. Қазір мен зат апараман. Босатуға болады, бірақ соны тап түн жарқында емес, азанда істегенде қойым. Я, болмайды. Азанғы жегем сасып кетеді, балық қой. Яқшы, тез бар. Берман келің. Бүне түніңменен амандық па? Браконьерлер ғой. Түнде кім көрер деген ғой. Кілт қане? Мына жігітке бер. Мына намал. Қожалығыңда неше жан бар? 9. Сеніңше? 7. Біреуіне 9 кіла. Екіншісіне 7 кіладай бипол балық бер. Қалған балықларды өлшеп, прескурант бойынша жаримасын ал. Квитанция жазып бер қолларына. Қайтып көлге жақындамайтын болсын. Яқшы. Қане балықларды түсіріп бер мана келін. Бригад бала, тұрған екенсің ғой. Кел кіші. Аман жатып тұрдың ба? Бұне азам мен, амалық ба? Амалық. Азам менен келмесем сені ұслау қиын болды. Ұслап мені, балықпан ба? Ойын ғой, айта бер. Айтсам қайным, мен қызымның сүргініне шырап келіп тұрман. Университетке тапсырып көрейін деп тапсырып еді. Контрактқа түсіп қапты. Биылша қойып тұра ғой, ендігі жылы бюджетке кіріп кетерсең десем, яқ тыңламайды. Боз боран болып отыр. Біреу жылап отырса, ішкен асыңан бойыңа тарамайды екен. Ал, енді не қып атырсың? Мені ұқ еткенде халым бар ма? Кеше ана Қызылдағы інім келіп еді. Бұны көріп, яқшы 2 жылғы берейін деді. Соған қосент қылғандай қарыз беріп тұрсаң, өлмесем әйтеуір қайтарармын. Еш болмаса, ярым жылын төлейік. Қалған ярым жылын не қыласың? Көрерімізді. Бір лаж табылып қалар. Өтесіне қадан қалмал өндіріп берейін. Қой шабала. Естіп қалып тағы ятқа қап жүрерміз. Кіші, сен ініңнің жылқыларына да, өтесіне аған қалың малына да ек созбай қой. Тез үйіңе барып қызың оянғансын айт. Бай, қайныма оянған соң дейсің ау. Кеше бригад балаға барып хабарласып көрейін дегенге түніменен 3 мәртебе оят. Таң атып кетті деп. Қасшанақ жолыма қарап тұрған шығар? Онда жүде жақсы. Бүгін университетке барсын. 3 тәріплеме шартнама деген болады. Соны апкесін, контрактты өзім төлеп беремен. Ярым жылым ба? Бәрін. Құдайым берекет тапқайсаң. Сәл қолым ұзайғандай болса төлеймін. Ұзайып тап жерге түссе де төлемей қой. Қызыңыз осы елдің қызы ғой.
Менің фермершілігім ham осы елменен. Тап бітіргенше контрактын фермер қожалықтың есабынан төлеймін. Иншалла. Екі дүнияң абат болғай. Оны өскейсен қайны. Мені қуансаң, Құдай сені қуантпай. Хау кіші, қойса қамсықпай. Онданша үйіңе барып қызыңды қуан. Қызым нанса болғаны ғо. Заңғардың баласы ей. Жүз тонна балық. 33 миллион пайда. 500 тонна салы. Vay ooo. Қайырқомлық мәселесінде өткен жылы 8 миллион 600, биыл 9 миллион. Соның 4 миллионы контрактке. Қарынбай бол, ә? Alo, тыңлайман. Қалайсаң, інім? Кімсіз? Абатағаңман ғой, інім ау. Танымадың ба? Ассаламалейкум. Қайратыңды естіп атырмыз, інім. Мұна бүгінгі бір газетада сен туралы көрбешедей бір мақала шығыпты. Әй, зорсан ғой, осының бәрі рас болса. Бізде өтірік болмайды аға. Сенбесеңіз келіп көрсеңіз болады. Яға, інім. Мен бір ревизорман ба? Сыра қайыл қалып атырман да. Көлді алғаныңда мен өзім ала алмағанымда емес. Көл қор болады деп қорқып едім. Яқ, онда гүллендіріп жіберген ұқсайсың. Қолдан келгенше аға. Енді менің саған қоңырау етіп атырғаным інім. Мына жерде жазыпты. Былтыр 8 миллион 600. Биыл 9 миллион. Мектеплерге, бақшаларға аяқшы оны қояйық інім. Мұнда. Соның 4 миллионын студенттердің контракт пұлына өткерді деген екен. Егер журналистер рас жазған болса. Ау, жаңа айттым ғаға, бізде өтірік болмайды. Болды, сендім. Енді інім гәптің расын айта берейін. Мына газетті оқып отырып маған осы баланың бір азаматлығын сынап көрейін деген ой келді. Менің ең кенжетай қызым бар. Университетте оқиды. Соның бір жылық контрактын өткеріп берсең. Әне сонда нағыз кемпір сойыспаққа тұратын жігіт деп білемен сені. Ау, абатаға, мақаланы оқыған болсаңыз? Інім, со жағдай айтпаса? Мен саған пұл таппағалықтан айтып отырғаным жоқпан. Керек десең сол қызымның контракт пұлы сумкамдам жүріпті. Мен тек сенің азаматшылығыңды сынап көрмекші едім. Абатаға, мақаланы ақырына шегім оқымапсыз да. Мен контракт пұлын әкесі өліп қалған. Ямаса анасы жоқ жетім балаларға өткеремен ғой. Қандай адам? Ақмақ. Мынаны бестерге шыққан бола аласыздар ма? 5-ке дейін бітеді ғой, бітіреміз. Болады. Саған кеп тұтты ғой. Болады яқшы, істей берің. Күтіп қалмадың ба? Жүр кеттік. Контрактың не қылдың? Сағынбай аға фермердің есабынан төледі. Ау, мен өзім ақ төлейін дедім ғой. Мені өмірлікке қарыздар етіп қоя жақсаң, а? Ау, мен төлегенім қарыз болмайды ғой. Қашан кете жақсың? Қайдем? Енді кәпте шығар.
tez kep turатын шығарсың? Yo'q. 3-4 aydan kelib tursam bo'lmaymi? Bo'ladi. Men barib tez Nöksке barib turaman. Ауылға қарағанда Нөксте ұшырасқанымыз жақсы ғой. Білесің бе? Нөксте қыз-жігітлер бір-бірі менен арқайын құшақласып жүре береді. Қойса ұятты. Рас айтаман. Ауылдағыдай ешкім бір-бірін танымайды. Алсаң машинадан яққа. Әзір мына басылығымен екі ауыз сөйлесіп қалайын. Ассаламалейкум. Уалейкумассалам. Не еді? Мен Атамақан фермер қожалығының басылығы Есназаровпын. Бұл жер қабылдаған емес. Мен жиналысқа асығып барадымын. Соның үшін бір ауыз тілесіп қалмақшымын. Мен 120 шақырым жерден районнан келіп отырмын. Не мәселе? 20 күннен бері сіздің алдыңызда менің кредит сұраған hüccetlерім жатыр. Hafta sayın kelimen haliklen ile kol koymağınız. Комбайнның кредиті ме? 120 миллион. Ава, сол комбайнлардың hücceti ғой. Менде 7%-лік кредит жоқ. Алсаң 14%-тен. Мейлі, 14 болса 14. Қол қойып берім? Бүгін емес, бәрібір ендігайдың ресурсына аласың. Айда кеттік. Жолдан машинасын? Алсаң машин. Айттық қой ендігайдың ресурсынан деп. Балаларыңның алдында кіре алмаймыз дегенше бар екен ғой. Бопты. Ташкенттегі басылымға телефон қыламын. Мен сені атлап өтпей-ақ қояйын деп жүріп едім. Жаңабай, кейін қайда? Қалай? Айланба табысың жақсы ма? Алдыңызда hücceti әмес көрсетілген ғой. Уақыт бар ма соған? 1200 жұмыс. Яқшы, сағат 3-те кел. Hüccetlерін бірге көріп шығамыз. Төлем мүмкіншілігің жақсы болса, 12%-тен беремін. Рахмет аға. Орайлық кітапханаға барып тастайық. Отырайық. Мүмкін болса, тезірек айдаң. Нima, шошыляпсызмы? Кеш болып қалды. Кітапхана жауып кетпестен бұрын үлгеруім керек. Xo'p, xavotir olmang. Hozir tez borib qo'yaman. Кешір қарағым. Менен бір білместік кетіпті. Сол.
to'xtating. Nimaga? Siz shoshilib Yo'q, ketganmidingiz? to'xtating. Xo'p. Rahmet. Bas hadi. Ana. Bas Oy, hadi. al. Korkma. Men barman go. Bularың ауырып атқан жоқ па? Yo'q. Бұғырағым Құдайға шүкір го. Еле деген жуырып кетесең қызым. Айнанайын. Еле дым көрмегендей болып кетесең. Ау, Айсұлу апа. Жүре алатын Қазір. Аз тоқта. Айнанайын. Қуанышыңыз ұзаққа болғай апа. Келдің бе қарағым? Қалайсың? Жақсы. Айсұлу апа, оң бола берсін. Рахмет айнанайын. Гүлсараны емлеп атырған профессор менің ұстазым болады. Кеше қоңырау етті. Бүгін ауылға алып қайтамыз. Қалған жағында шынығулар мені емлейді екенбіз. Рахмет сіңлім. Өзің ұсы жерге бас болып әкелмегеніңде, қызым өмірінше біреуге мұқтаж болып жасаған болар еді. Берекет тапқайсаң. Ілайым ол қызыңның ірәтін көргейсің, қызым. Айсұлу апа, рахметті маған емес. Сағынбай ағаға айтым. Министрліктен жолламаны әпергенде, емлеу үшін кеткен қаражеттің әммесін көтергенде сол. Сол меді. Бірақ сіздерге бұны айтпаң деп еді. Ey, fermer hükümetke qaray ma ya qaramay ma? Oo, assalomu alaykum. Qara, bayağı qara tütün шығып жүрген жігітке olma самайсаң. Birinchi martaba sen mening oldimdagi bөгетті алып тастадың. Yo'q. Өзіңнің қайсарлығың менен жеңіп шықтың сол бөгетті. Құдай қаласа, сен хақында қатырып бір очерк жасамам. Бірақ оның үшін сен қалай болмасын жеңіп шықтың бе? Ешбір палуан ортаға жеңілемін деп шықпайды. Сағынбай, күнімізден қаяқта жүрсің? Амандық па? Мына комиссия ағзалары сенің көрсеткіштеріңе сенбей жатыр. Жүр өзің дәлелдеп бер. Мүмкін бе? Келің. Шақырған екенсіз? Келің, отырың. Отырың. Сағынбай енім, мына көрсеткіштердің бәрі дұрыс па? Гуманыңыз бар ма? Бары жоғы 7 жылдың ішінде сонша пақта, сонша салы,
сонша бидай, оның үстіне 1,5 мың бас қой, 145 қара мал, 22 бас жылқы, 14 бас түйе, көш, сүт, қымыз, балық. Және міне қайыр сақуат ісілеріне алдыңғы жылы 7,5 миллион, өткен жылы 8 миллион, бұйыл 9 миллион. Көрілген пайда алдыңғы жылы 175 миллион, ондан соңғы жылы 220 миллион, өткен жылы 230 миллион. Бұның барлығына сенсек бола ма? Сенбесеңіз комиссия жіберіп тексеруіңіз мүмкін. Жалған болса жазамды алуға таярман. Егер мен бақанаменен қалдыратығын болсаңызлар, онда тиісілі жазасын алатығынларым бар шығар. Хау, Сағынбай інім, Сағынбай. Хау. Бұл көрсеткішлердің барлығы тиісілі карханалар тарапынан тайсырқанған ғой. Бірақ қатты қайсар жігіт екен ау. Мынау көрсеткішлер менен бұған бірінші орынды бермесек болмайды. Бұл жігіт Ташкенттен бірінші орындап келеді. Жібере берейік. Ава, бұны жібермесек кімді жібереміз? Мақұл емес пе? Онда әмме бір ауыздан мақұлдайсыз ғой. Мақұл. Can rahat saz etken, hayrına verip naz etken, her nazında gül periyey, kıstoksanda jaz etken, her nazında gül periyey, kıstoksanda jaz etken. Ay, appak yupka dudak, şaş bağları şaşaklı, şaşa tolgan uşaklı, kıpşa belli kıyım kuşaklı. Ay, talşı baktay bunalgan, körgenler aklın algan, karşıda yallangan, yekbeta gücangan, karşıda yallangan, yekbeta gücangan. Uzakına kaç ollap, şakınına aç ollap, ollu toyda baslasına açı versen bayrakka, ollu toyda baslasına açı versen bayrakka. Ay, appak yupka dudak, şaş bağları şaşaklar, şaşa tolgan uşaklar, kıpşa belli gün kuşaklar. Ay, atın bolsa bagasan, şandı otka jagasan, atı ozgan jetlere sulu kızday alasan, atı ozgan jetlere sulu kızday alasan. Karamayın kalmasın başlarım albaşı, göndermeyin üstünesin, soğukların tüsnesin. Aydeginde ağzı var, gündeginde gözü var, toyga geldi aldı kız, at götürmez nazı var. Baslanan şaptan aşağı, gelin kane toymazlar. Aman geldin be koz aydın, koz aydın. Kul olsun. Aman sok geldin be. Oo, bizlerge de navbet jetsin. Oo, Sultan, keldin be. Қиналған уақытымда кетіп едің. Қуанған уақытымда келдің бе, достым? Расында бұндай дәрежеге жетсет деп ойлаған жоқым. Сені баяғы қиял параз деп жүрсем, құтлықлаймын. Рахмет, достым, рахмет. Сен еш қапа болма, достым. Мына Исмайыл менің барлық рекламаларымды істеп берді. Қалбиге болса, бүткіл районның нанын жауып берді. Бәрінен хабарым бар. Вақтың өрлей берсін, абырайың жылдан жылға аса берсін, қырманың әр уақыт аса берсін. Ой! Хай ағасы, шirket қайнаға менен хакім келатыр. Пай қатырасың, шirkеттің қашан тарқап кеткен. Енді тіпі қайнаға дейсің.
Akşamları şulduz benim tillisi İyiledim türlü kasıp sırların Akşamları şulduz benim tillisi İyiledim türlü kasıp sırların Sırlarım, sırlarım İyiledim türlü kasıp sırların Sırlarım, sırlarım İyiledim türlü kasıp sırların Mevşurgan derya gibi tavlası Sizdey bolsun yelimizin her jası Yel halkında kuvanışa bölegen Kutlu bolsun prezident savgası Yel halkında kuvanışa bölegen Kutlu bolsun prezident savgası Tasılatıp yerdin asıl kırmanım Tan nurunday külümledi ıqbalım Tasılatıp yerdin asıl kırmanım Tan nurunday külümledi ıqbalım Akşamları şulduz benim tillisi İyiledim türlü kasıp sırlarım Akşamları şulduz benim tillisi İyiledim türlü kasıp sırlarım Sırlarım, sırlarım İyiledim